алғашқы жарлығым? Киара патшайымның алғашқы жарлығы сақшылар тобы. Не істеу керек еді? Сақшылар тобы канналар табын ара ұяларынан ары айдап әкетеді. Патшайымның қалауы осы. Иә, менің қалауым осы. Жүріңдер, достар. Пәрменіңіз орындалды, патшайым. Менің әпкем маған бұйрық беріп жатыр ма? Жоқ, саған ресми жарлық берілді. Жоқ, мырзам. Былай. Эхе кала пано тоу. Эхе, қана, поо, тоу. Бұның мағынасы қандай деп едің? Тікелей аударсақ, бойында игілік бар ет болады. Бұл, ол жақсы пілет дегенді білдіреді. Енді мұнысы рас. Аминифудың бойында игілік бар еді ғой. Енді соны пілдер тілінде айтсаңыз болғаны. Олай пілдер тілінде айта алмаймын. Неге екенін білесің бе? Өйткені мен піл емеспін ғой. Аман есенмін. Симба, піл болмасаң да патша екеніңді ұмытпа. Патша ретінде солай айтуың керек. Ал Аминифу жақын досым еді ғой. Ол үшін тырысып көрем. Рахмет, Нала. Рахмет, Зазу. Тағы да басынан бастайық. Әрине, мырзам. Аралар ұясын дәл сен айтқандай жолдың үстіне салыпты. Оны, канналар қайда? Олар жақындап келет Кайын. Имек жолда. Жарай, олар мұнда жақындағанда, оларды жолдың шетіне шығарып, жайылым арқылы өткіземіз. Аралардан әрірек. Кішкентай ғана аралар үлкен табынға қауіпті екеніне сену қиын екен. Иә, кішкентай аралардан аулақ болу үшін бүкіл канна табынын айдап әкету ақмақтық сияқты емес пе? Бұл Киара патшайымның жарлығы. Иә, Киара патшайымның жарлығы. Оның патшайым болғанына бір-ақ күн болды. Мен сақшылар тобын біраздан бері басқарып келем. Киара маған бірдеңе істеуді бұйырса да, оны қалай істеу керек екенін өзім білем. Менің шешімім араларды жылжыту. Араларды жылжыту? Араларды жылжыту? Иә, араларды жылжытайық. Оның не қиыны бар екен? Неден қашып барасыңдар? Аралар ашуланғанда одан да дәмдірек болады. Бұдан көрі каналарды айналдырып өткізгеніміз жөн бе? Уайымдамаңдар. Каналар! Эй, Викабиса! Абайлаңдар! Аралар мен канналарға қатысты кішкене мәселе орын алды. Кішкене мәселе? Соншалықты жаман болған жоқ. Рас па? Меніңше сұмдық болған сияқты. Иә, сондай дәмді болды. Иә. Мойында. Менің айтқаным дұрыс, ал сенікі бұрыс болды. Мойындаймын, ұлы мәртебелім. Мойындайтын несі бар, патшайым әрдайым хақ. Әсіресе жақын кеңесшілеріне лауазым бергенде Тифу ханым мен Зури Бикеш. Не? Әлде Тифу Бикеш пен Зури ханым болсын ба? Дегенмен канналарды айналдырып өткіздік. Ақыр соңында. Көбін. Кейбірі бізбен барғысы келмеді. Оларға ұнамаған сияқтымыз. Мүмкін келесі жолы патшайымның сөзіне құлақ асарсыңдар. Келесі жолы? Иә, келесі рет жарлық шығарғанында. Әлде әкеміз мені тағайындап кеткен есіңнен шықты ма? Оны ұмыта қою қиын. Айтсам сенбессің, Жанжы. Бүкіл аспан араға лық толды. Шағып алмасын деп әрен қашып құтылдым. Сонымен, Симба пілдер жеріне кеткенде бауырлары бір-біріне тісін қайрап жүр екен ғой. Отбасындағы ұрыс керіс Прайд жеріне аласапыран әкелсе ұят болмай ма? Ал одан бәріміз